Сәлеметсіңдер ме балапандар? Армысыңдар? Бағымысыңдар қыздар? Қандай әдемі болып барлықтарың бүгін әжелеріңе қонаққа келген екенсіңдер. Ал қыздарым, бүгін сендерге әжелерің көптеген асырап келді. Сендермен қанталапай ойын ойнағым келеді. Қыздар, сендер бүгін сендерге сұрақ қойсам, жауап бересіңдер ме? Иә. Онда сендерге қазақтың ұлттық ойындарын білесіңдер ме? Иә. Қандай ойындарды білесіңдер, айта қойыңдаршы. Асық ату. Қыз қуу жарайсың. Ал енді бүгін сендерге қанталапай деген ойынын үйретейін балапандар. Қызықты ойын бұл. Барлығымыз шапшаңдыққа, жылдамдыққа, зеректікке үйрететін ойын бұл. Ал қыздарым, мынау асықтар. Көп асықтар. Көп пе екен, аз ба екен? Оның ішінде бір асық қызыл асық болады. Біз қазір қанталапай деп айтқанда барлығымыз асықты таласып жинап аламыз. Кімнің асығы көп екен, соны байқаймыз. Қайсы қыздар жылдам, қайсы қыз аз жинапты, кім көп жинапты, соны көреміз. Не болып жатыр? Ал, асықты қанталапай басталды. Ойын асық ортаға тасталды. Кәнеки, кім көп жинапты асықты? Орнына отырамын. Бәрін жинап алып отырыңдар. Ал, қолдарыңды ашып асықтарын көрсетіңдерші. Ой, Айзере қызымыз. Қыздар, Айзеренің қолында қызыл асық. Қанталапай хан болған біздің бүгін жеңімпазымыз кім екен? Айзере. Жарайсыңдар. Ал, енді болдар. Тағы да ойнағыларың келе ме? Кәнеки, барлығымыз әжелерінің қоржынына сала қояйық. Асықты ортаға тастаймын. Қанталапай. Кәнеки. Жеңімпазымыз Айару болды. Молодец, жарайсыңдар қыздар. Керемет. Ойын ұнады ма сендерге? Иә. Әжемен тағы да басқа да ойындар ойнаймыз. Жарай ма қыздар? Ұнады ма? Иә. Жарайды.